Трапеция темасы бойынша практик өлшебізні башлайбыз. Бірінші мәселе. Тегіз янлы трапецияның бір пышмаға 68 градусқа тегіз, трапецияның қалған пышмақларын табығыз. Мәселенің шарты бойынша тегіз янлы ABCD трапециясы берілген. Демек, аның AB һәм CD ян яқлары тегіз. A пышмағының 68 градусқа тегіз екенлігі белгілі, B, C һәм D пышмақларын табарға керек. Біріншіден, ABCD тегіз янлы трапеция тегіз янлы трапецияның өзлігі бойынша аның негіз яндағы пышмақлары тегіз, яғни A һәм D пышмақлары тегіз. Демек, D пышмағы шылайық 68 градус келіп шыға. B һәм C пышмақлары тегіз. B пышмағы өз ширатында AD һәм BC параллель турларын AB кесушісі білән кестіргенде барлыққа келген яқташ пышмақлар. Демек, A һәм B пышмағының суммасы 180 градусқа тегіз деген сөз. Шолай ук D һәм C пышмақларының суммасы 180 градус келіп шыға. Яғни, 180 градустан 68 градусны алсақ, B һәм C пышмақларының 112 градусқа тегіз екенлігі келіп шыға. Демек, мәселенің жауабы. A һәм D пышмақлары 68 градус, B һәм C пышмақлары 112 градус. Икенче берім. Туры пышмақлы трапецияның негізлері A һәм B-ға, пышмақларының бірсі альфаға тегіз. Туры пышмақлы трапецияның негізлері теңдешлі рәвіште 4 һәм 7 сантиметрға, бір пышмағы 60 градус болса, трапецияның зоррақ ян яғын табарға. Мәселенің шарты бойынша ABCD туры пышмақлы трапеция, яғни A пышмағы 90 градус болсын. Шолай D пышмағы берілген 60 градусқа тегіз, BC негізі 4-ке, AD яғы 7-ге тегіз, трапецияның зоррақ ян яғы, яғни CD-ны табарға керек. Мәселені шешу үшін CH перпендикуляры өткерік. Һәм CH перпендикуляры AD кесімтәсін 2 кесімтәге бөлі. AH һәм HD. AH кесімтәсі өз ширатында 4-ке тегіз. HD-ны табу үшін AD кесімтәсінің ұзынлығынан AH кесімтәсінің ұзынлығын алабыз. Яғни 7 алам 4, ол 3 сантиметрға тегіз келіп шыға. Шулай ук D пышмағы демек 60 градусқа тегіз, C һәм D пышмақлар яқташ пышмақлар болғандықтан, аларның суммасы 180 градусқа тегіз келіп шыға. Яғни C пышмағын табу үшін 180 градустан 60 градусын алабыз. Ол 120 градусқа тегіз келіп шыға. BCH пышмағы 90, 120-ден 90-ны алсақ, DCH пышмағы 30 градус бола. CDH пышмағы туры пышмақлы. Бұл туры пышмақлы пышмақта C пышмағы 30 градусқа тегіз болды. Туры пышмақлы пышмақның өзлігі бойынша, яғни 30 градуслы пышмаққа қаршы ятушы катет гипотенузының яртысына тегіз. Яғни HD ол 2-ден 1 CD-ға тегіз деген сөз. Яғни CD бөлінген 2 деп те язалабыз. Екінші яқтан HD ол 3-ке тегіз деп берілген, һәм CD-ның 2 тапқырға зор екенлігі келіп шыға. Яғни CD 3 тапқыр 2, яғни 6 сантиметрға тегіз. Демек, мәселенің жауабы 6 сантиметр. Трапеция темасы бойынша практик өлшебіз тәмам. Татарша онлайн мәктепте келесі шырашыларға қадар. Сау болыңыз.